Ассалаумағалейкум бауырым. Үшінші күннің жаттығуына қош келдің. Бұл үшінші күннің жаттығуы өте маңызды жаттығулардың бірі болып табылады. Себебі бұл кезде біз бұл жаттығуда аяғымызды жаттықтыратын боламыз. Бұл жерде бізге керекті заттар ешқандай қажеті жоқ. Спорт площадка, яғни турнир жаққа барудың да қажеті жоқ. Үйде жасай берсеңіз де болады. Не болмаса таза ауада өзіңіз қалаған жерде жасаңыз. Қандай болса бауырым, уақыт көп созбайық, бос әңгіме айтпайық, жаттығуға іске көшейік кеттік.
келесі екінші бөлікке көшу үшін сен бірінші 5 минут демалып ал. 5 минут демалып болғаннан соң келесі екінші бөлікке көшеміз. Ол кезде ең көптен күткен жаттығу аяқтарына жаттығу. Ондай болса бауырым, 5 минут өткеннен соң бастаймыз. Видеоны стопқа қой, және де секундомер қосуды ұмытпа. Ондай болса бауырым, кездескенше. Сонымен келесі аяқтарына жаттығуды бастаймыз. Ең бастысы менің артыма қайталап болды. feet put on foot when the sun goes down. We our feet put on foot when the sun goes down. We our feet put on foot when the sun goes down. We our feet put on foot when the sun goes down. When the sun goes down. When the sun goes down.
Саған өте қуаныштымын, себебі сен бірінші аптаңда, жаттығудың бірінші аптасын аяқтадың. Бұл, қалай айтсам болады, нағыз еркектің ісі деп айтамын, себебі берілмей жасаған. Саған ризамын, және де бұл жаттығуды, қалай айтсам болады, негізгі кілті деп айтсам да болады. Дене шығару үшін, денеді өсіру үшін көбісі жасамайтын жаттығулар, мінекей осы аяқ. Тағы да аяқ туралы айта кеттім. Дельта, яғни рет бұлшық еті де бұл өте керек бұлшық ет, себебі объем, қалай айтсам болады, дененің объем үлкенірек көрсету үшін осы рет бұлшық ет қажет. Сонымен бауырым, негізінен осы біздің тренировкамыз. Келесі апта дәл осыны қайталайсың. Ол кезде мен ойлаймын, сен осы аптадағыдай қиналып жасамайсың, ол кезде саған оңайырақ түсетін болады бұл жаттығулар. Сонымен ал келесі апта тіпті оңай болатын болады деп айта аламын. Сондай болса бауырым, осымен жаттығулар аяқталды, барлығы аяқталды. Енді суббота және воскресенье күндері демалып, понедельник күні қайта жұмысқа оралып, видеоны қайтадан басынан бастап көресің. Солай 3 апта жасап көресің, 3 аптадан соң міндетті түрде нәтижесін көре бастайсың. Сондай болса, қалай айтсам болады бауырым, ең бастысы тоқтама, берілме, саған сенемін. Сондай болса, сау бол.